Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай кереметте әдемі, нәзік, лимонды апельсинді пирогты қалай жасауға болатындығын көрсететін боламын. Сондай жағымды өзіндік қышқылдығы бар пирогты жасау барынша оңай тәсілін көрсететін боламын. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Разрезде қараңыздаршы, сондай әдемі, нәзік екендігі көрініп тұр. Ендеше кірісейік. Ең алдымен бізге жұмыртқаның 2 сары уызы қажет болады. Оған қант ұнтағын салып, одан кейін қаймағымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін бөлме температурасында жұмсарып тұрған сары майымызды салатын боламыз. Ұнымызға разрыхлителіңізді салуды ұмытпаңыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, майымызды шанышқының көмегімен сәл езгілеп аламыз. Содан кейін разрыхлитель қосылған ұнымызды бөліп салып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Достар, ұнды міндетті түрде електен өткізіп барып салғаныңыз дұрыс. Осылайша жұмсақ, қолға жабыспайтындай қамыр илеп аламыз. Содан кейін 15 минуттай тынығуға тоңазытқышқа салып алғаныңыз дұрыс. Сол кезде оқтаумен жайғанда өте ыңғайлы болады. Ендігі кезекте пирогымыздың изюминкасы салмасына келейік. Бізге 2 дана лимон және 1 апельсин қажет болады. Барлығын сыртынан тазалап аршып аламыз. Және де ішіндегі тастарынан да тазалауды ұмытпаңыз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай қабықтарынан тазалап алдық. Енді бірнеше ұсақ бөліктерге бөліп, темір, яғни эмалированный ыдысымызға салатын боламыз. Осы лимон мен апельсиніміздің қышқылдығын, яғни кислотностын сәл азайту үшін 5-7 минут отта қайнатып алатын боламыз. Мінекей, цитрустарымыз бөлініп дайын тұр. Енді 1 стакан мұздай суымызды құйып, отқа қойып 5-7 минут қайнатып аламыз. Сол кезде қышқылдығы азаятын болады. Қышқылдығынан азайтқаннан кейін, мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай, сүзгіштің көмегімен артық суынан арылып, қалған мякітін блендердің көмегімен езгілейтін боламыз. Осы дайын консистенциямызға шекерімізді және кукурузды крахмалымызды салатын боламыз. Картофельный крахмал жарамайды, достар, тек қана кукурузды крахмал. Крахмалымыз реакцияға, яғни әрекетке түсу үшін сәл ғана 3-4 минут көлемінде жай отқа араластыруды тоқтатпай қыздырып алатын боламыз. Сол кезде біздің салмамыз қоюлана түседі. Қоюланып бастаған кезде оттан алғаныңыз дұрыс. Ендігі кезекте 15 минут тыныштықта тұрған қамырымызды алатын боламыз. 2 бөлікке бөлеміз, 1 бөлігі сәл үлкенде болуы қажет. Ендігі кезекте үлкендеу бөлігін тақтайшамызға ұн сеуіп отырып, жабысып қалмас үшін оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Қалыңдығы қатты қалың да жұқа да болмауы қажет. Қазір барлығы видеода көрсетіледі. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай, бізге керек қалыңдық осындай. Ендеше осыны оқтауымызға орап, ыңғайлы болып, формамызға ақырын ғана жаятын боламыз. Мінекей, қамырымызды мұқият жайып, асықпай формамызға келтіріп орналастыратын боламыз. Ал қалған артық қамырын осылайша оқтаудың көмегімен бассаңыз, түсіп қалады, ешқандай қиындығы жоқ, тек қалғанын жинап алсаңыз болғаны. Ендігі кезек екінші қамырға келді. Бұны да оқтаудың көмегімен жайып дайындап қояйық. Бұл бірінші қамырдан көрі сәл жұқалау болуы қажет, себебі лента тәріздес пирогымызды әсемдеу үшін пайдаланатын боламыз.
Мінекей, осылайша жайып алғаннан кейін пышақтың көмегімен біркелкі етіп ленталарды кесіп шығамыз. Достар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар, мен өте қуанып қалатын едім. Алдағы уақытта ең оңай деген осындай кереметті рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей, ендігі кезекте салмамызды салатын боламыз. Осылайша барлығын салып, қалақшаның көмегімен біркелкі орналастырып шығатын боламыз. Содан соң алдын ала дайындап алған ленталарымызды ақырын ғана ұқыпты орналастырып шығамыз. Барлығын біркелкі формада, яғни арақашықтықта орналастырғаныңыз дұрыс. Сол кезде пирогыңыз әдемі болып шығады. Ал артық қамырларын алдыңғы видеода көрсеткендей оқтаудың көмегімен осылайша басып жинап аламыз. Достар, міндетті түрде мына ленталарды бір-біріне жапсырып, ақырын ғана жапсырып шығыңыз. Пісу барысында көтеріліп кетуі мүмкін, егер бір-біріне жабыспай қалған болса. Сол себепті мұқият видеода көрсетілгендей бір-біріне бекітіп шығамыз. Содан кейін беткі жағы қызарып пісу үшін жұмыртқаның бір сарыуызына сәл ғана сүт қосып, кесточканың көмегімен тек қамыры бар жерлерге жағып шығамыз. Ендігі бізге қалғаны қызып тұрған 180 градустағы пешке бар жоғы 25-30 минутта пирогымызды пісіріп алу. Мінекей, көз жауын алатын пирогымызда әдемі болып пісіп шықты. Қонағыңызға, үй ішіңізді осындай тәттімен қуанту қандай ғажап. Беткі жағын қант ұнтағымен әсемдеп шықсаңыз болады. Кескен кезде қамырының өзі сондай нәзік кесіледі, салмасы қандай сочны, өте керемет дәмді болып шығады. Сіз де жасап көріңіз. Видеомды соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын. Пікір қалдыруды ұмытпаңыз.